Оқушылар екі таңбалы санды жазбаша үлгідегідей шығарамыз. Мысалы 35 пен 18-дің қосындысы. Қалай шығады? Бірінші қосылғыштың ондығын бөліп аламыз, яғни 30, екінші қосылғыштың ондығын бөліп аламыз, ол 10. Екеуін қосқанда қанша шығады? 40 шығады, Енді қасына бірінші қосылғыштың бірлігі мен екінші қосылғыштың бірлігін тағы қосамыз. Ол 13 шығады. Екеуі 40 пен 13-ті қосқанда 53 шығады. Соны жазбаша түрде үлгідегідей оқушылар жазып үйренеді. Ал бастаймыз. 16 мен 17-дің қосындысын жаса ғой. 16 мен 17. 16 мен 17. 16 мен 17. 16 қосылу 17. Енді қанша шығады? Үлгідегі қарап отырып, тура жазбаша түрде көрсет. Бірінші 16-ның 10-дығын бөліп аласың. Қандайсың? 20. 10-дығы. 10-дық пен 10-дықты. Жоқ, жазбаша түрде жаз. 16-ның 10-дығы. Тура мынаған қара. 35-дің 10-дығы қанша екен? 30. Енді 16-ның 10-дығы қанша болады? 30. 10 болады. Келесі, қосу. Екінші қосылғыштың 10-дығын бөліп ал. Ол қандайдан тоже? Ол да? 10. 10, тамаша. Қосу. Қосамыз. Енді қайтадан бірінші қосылғыштың бірлігін жаз. Бірлігі қанша? Бірлігі 6. Қосамыз. Екінші қосылғыштың да бірлігі 7. Үлгідегідей жазып келе жатыр, 7-тен кейін тең қоямыз. Тең. Тура үлгідегідей жаздық. Енді мына 40 қайдан шықты деп ойлайсың? 10-дық пен 10-дықты қосқаннан шықты. Сенде де 10-дық пен 10-ды қоссаң қанша шығады? 40. 10-дық пен 10-дықты қоссаң? 10-дық пен қосты 20. 20 шығады. Бірінші 20-ны жазып ал. Мына жерде. Енді 13 қайдан шықты? 13. 5 пен 8 ол бірліктерді қосқаннан шықты. Сенің бірліктерің қанша? 6 мен 7. Қанша шығады? 16. 6-ны 10-ға толтыру үшін 7-ні қанша 10 береміз? 10-ға толтыру үшін 4-еуін береміз. 10, мынаның 4-еуі кетіп қалды. 13 қалады, қосу 13. Не істейміз? Тең. Енді жалпы мына екеуін қосамыз. Қосқан кезінде 33. 33 шығады. Жақсы. Осы жолмен ары қарайда барлығын не істей береміз? Шығара береміз. Осы үлгіге қарап отырып, екі таңбалы сандар жазбаша үлгідегідей шығарып болғаннан кейін астына жазып қоясыңдар. Ал оқушының үйреніп өзі шығарып атқан жағдайы. 10-дағы 10. Бірлігі 7. Екінші бірлігі 8. 10-дық пен 10-дықты қосқан кезінде 50. Бірлік пен бірлікті қосқан кезінде мына 10 болды үшін 10-ын 3-еуін берді. Мына 10 болды. Мынау 5 болды. 15. 50. Қосып 15. 65. Жақсы. Оқушылар, ал енді сендерге тапсырма. Екі таңбалы сандарды жазбаша үлгідегідей шығарамыз. Мына жаңағы оқушы шығарғандай, сендерде қанша уақытта меңгереді екенсіңдер? Бұл оқушы 3-4 есеп шығарғаннан кейін шығарылу жолын үйреніп алды. Енді сен қаншалықты меңгерер екенсің? Қанша есеп шығарғаныңды астына комментарийға жазып кет. Мен келесі жолы тағы да басқаша есептер беруге тырысамын.